Есть ли в Казахстане политические заключенные на сегодня? Есть. Есть. Есть ли политические заключенные в Казахстане? Да, конечно. Да. Мы сейчас это все резюмируем, и мы приходим к заключению, что за убеждения людей судят. Если их судят за убеждения, значит власть не хочет видеть именно людей с такими убеждениями, и она начинает их преследовать. Поэтому, конечно, из тех, кого мы рассматриваем как политзаключенным сейчас в Казахстане, из наиболее известных таких, это, конечно, Арон Атабек, это, конечно, Макс Бакаев, это, конечно, так сказать, еще ряд лиц, которые были осуждены за, может быть, обычные преступления, не связанные даже с чисто политическими, но характер преследования и то, как с ними обращаются в местах лишения свободы, указывает на политическую мотивацию. Әрине біздің елімізде саяси тұтқындар бар. Авторитарлық билік тәуелсіз адамдарды түрмеге отырғызуға тырысып отыр. Өзіндік азаматтық пікірі бар қоғамдық белсенділер билікпен санаспағаны үшін енді қамауда отыр. Құқық қорғаушылардың біреулері қазақ елінде жүздеген саяси тұтқын бар екенін айтады. Мен осы видеода сіздерге Қазақстандағы ең танымал саяси тұтқындар тізімін көрсетейін. Мұхтар Жәкішевті уран саласындағы данышпан деп айтуға болады. Бұл кісі Қазатомпром ұлттық компаниясын басқарып, 10 жылдың ішінде оны әлемдегі нөмірі 1 кәсіпорынға айналдырды. Бұндай жетістікке елімізде ешкім жеткен жоқ. Банкрот болып тұрған компанияны қысқа уақыттың ішінде көтеріп, экономикалық монстрға айналдырған мысалды әлемде естігенім жоқ. Қазатомпром әлемдік нарыққа әсер етіп отырған Қазақстандағы бірден бір компания. Енді қазақ данышпанның қамауда отырғанына 9 жыл болды. Көп адамдар оның түрмеде не үшін отырғанын түсіне алмай жүр. 2009 жылы мамырда ұсталған Мұхтар Жәкішевке сыбайлас жемқорлық қылмысын жасады деп айып тағылып, 14 жылға сотталған. Алайда осы қылмыстық істің негізгі себебі мүлде басқа болған. Билік осы компанияның ақшасын ұрлағысы келген. Алайда Жәкішев осыған қарсы шығып, биліктегі адамдардың Қазатомпромға келуіне кедергі келтірген. Сол үшін олар қылмыстық істі ойдан шығарып, Жәкішевті әдейі түрмеге отырғызды. Екінші саяси тұтқын бұл танымал қоғамдық қайраткер, нағыз қазақ патриоты Арон Атабек. Қазақстан билігі Арон Атабекті 2006 жылы Алматының Шаңарақ ықшам ауданындағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген айыппен 18 жылға соттады. Бірақ бұл биліктің қолдан жасаған айыбы. Шындығында Арон Атабек еш тәртіпсіздікке қатысқан жоқ. Керісінше, ол Шаңыраққа келіп, қарапайым халыққа көмектесуге тырысты. Естеріңізде болса, биліктегі органдар қайыршы қазақтарды Шаңырақтан қууға ұмтылды. Алматы әкімшілігі қарапайым қазақтарды баспанасыз қалдыру үшін олардың үйлерін бульдозермен қиратуға кіріскен. Дәл сол күні Атабек Шаңыраққа келіп, қазақ бауырларына көмек көрсетейін, жерімізді арам тамақ билікке бермейміз деп уранданды. Сол үшін оны қамап қойды. Арон Атабектің жігері мол. 13 жыл бойы түрмеде отырған ақын әрі диссидент Арон Атабек биыл 66 жасқа толды. Шағымданбайды, берілмейді. Нағыз қазақ батыры. Оған барған құқық қорғаушылар ақынның шарты түрде мерзімінен бұрын босату немесе жазасын жеңілдетуді сұрап өтініш беру ойына кіріп шықпайтынын айтады. Достары мен таныстары Атабектің сан қырлы тұлға екенін айтса, құқық қорғаушылар оның төзімділігіне тәнті болады. Тағы бір қазақ батырымыз Макс Бакаев. Естеріңізде болса, Атырауда 2016 жылы жер мәселесі бойынша бейбіт шеруге қатысқан үшін кейін азаматтық белсенді Макс Бакаев 5 жылға сотталып кетті. Ол не үшін жер митингісіне қатысты? Себебі билік жер телімдерін шетелдіктерге сатпақшы болған. Киелі жеріміз шетелдіктерге берілмесін. Шетелдіктерге жерімізді сатуға болмайды. Бакаев дұрыс қадамға барды. Шынын айту керек, сотта Бакаев өзіне тағылған айыпты мойындаған жоқ. Иә, жер митингісіне қатысты, бірақ еш заңсыз әрекеттерге қатысқан жоқ.
Айтпақшы Боқаев қатыгез биліктен қорықпайды. Керісінше, оның айтуынша, қазіргі жағдайда түрмеде отыру өкінішті де, ұят те емес. Мына биліктің ұяты мүлдем жоқ. Билік батыл әрі тәуелсіз адамдарды соттауға тырысып жатыр. Билікке батыл халық керек емес. Ол үшін момын, мал сияқты, һәм тіл алғыш халық қажет. Сондықтан қазіргі таңда қазақ қаһармандары түрмеде Боқаев сияқты шіріп жатыр. Бұл кісі шетелдіктерге жер бермейміз деп айтқаны үшін қазір қамауда отыр. Қазақ бауырларым, халайық. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың инстаграмдағы парақшасына мына талаптарды жазыңыздар. Комментарийлеріңізді қалдырыңыздар. Президентіміз халықтың талаптарын көрсін. Белсенді болайық ағайын.